Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu lokantada. Lokanta деген restoran деген сөз. Endi bu sabakka байланысты мынандай жаңа сөздер. Gidelim mi? Барайық па? Ismarlayalım. Ismarlamak деген заказ беру деген сөз. Заказ берейік. Yapmayalım mı? Жасамаймыз ба? İzlemeyelim. Көрмейік. Kantine gidelim mi? Evet gidelim. Hayır gitmeyelim. Kantинге барайық па? Ya барайық. Жоқ бармай-ақ қояйық. Ben bir porsiyon baklava alayım. Men bir porsiya baklava alayын. Hadi dışarı çıkalım. Давай сыртқа шығайық. Bu bölümde sigara içmeyelim. Осы bölümde темекі шекпейік. Sigara деген темекі деген сөз. İçmeyelim, шекпейік. Sigara içmeyelim. Енді сіздермен осы сабақ бойынша бір мәтінді оқып, аударып көрейік. Емек сипариші. Сипариш деген заказ беру, тапсырыс беру деген сөз. Тағам тапсырыс беру. Onur, İnci және де гарсон. Гарсон деген даяршы. Çok açım. Өте қарным аш. Haydi, güzel bir lokantaya gidelim. Қанеки, әдемі бір ресторанға барайық. Гарсон бей, bakar mısınız? Даяршы мырза, қарай аласыз ба бізге? Evet efendim, buyurun. Ya мырза, өтінем айта беріңіз. Бүгін ана yemekte neler var? Бүгін ана yemek деген бірінші, первый тамақ деп айтамыз ғой. Бірінші тамақта неңіз бар? Köfte, tavuk ve balık. Köfte, tavuk және де balık. Ben köfte alayım. Hayatım, sen ne yemek istiyorsun? Мен köfte alayын. Hayatım, sen ne yemek istiyorsun? Yani жарым, sen ne жегің келеді дейді. Ben de tavuk alayım. Мен де tavuk alayын дейді. Ары қарай жалғастырамыз. Салаталарыңыз нелер peki? Салаттарыңыз не? Çoban salatası ve mevsim salatası. Çoban salаты және де mevsim salаты дейді. Biz soğan yemiyoruz. Biz soğan, piyaz жемейміз. Ортая bir mevsim salatası alalım. Ортамызға, яғни үстелімізге bir mevsim салатын алайық дейді. Tatlı olarak neyi öneriyorsunuz? Tatlı деген тәтті, яғни десерт. Десерттен нені ұсынасыз? Kadayıf ve baklavamız çok lezzetli. Kadayıf және baklavamız өте дәмді. Ben kadayıf yiyeyim. Мен kadayıf жейін. Ben de baklavayı denemek istiyorum. Мен де baklavаны жеп көргім келіп тұр. Peki efendim, жақсы мырза. Hemen getiriyorum. Дәл қазір алып келеміз. Енді мына жерде сіздерді бір менюмен таныстырайық. Меню. Çorbalar, sorpalar, mercimek çorbası, işkembe çorbası, ezogelin çorbası, yayfa çorbası. Ana yemekler, ana yemek деген жаңа бірінші тағамдар. Karışık kebap, Adana kebap, Urfa kebap, tavuk şiş, ızgara köfte, ızgara balık. Tatlılar, desertler, baklava, kazandibi, sütlaç, künefe. Mezeler, meze деген закуска. Yaprak sarma, biber dolması, paçanga böreği, ilçli köfte. Salatalar, salatlar, mevsim salatası, çoban salatası, ton balıklı salata, Sezar salatası. İçecekler, içетін нәрсе, ayran, kola, gazoz, soda, çalgam suyu, çay, Türk kahvesi. Енді мына жерде сіздерде язма бөлімінде үй тапсырмасында тапсырмада айтылады. Мысалы, бір жаққа барамын деп ойлаңыз дейді, өзіңіз. Қай жаққа барғыңыз келеді? Мысалы, бір қалаға, мысалы, Астана қаласына. Ол жақта нелер жасайсыз? Сондай бір ұсыныстарыңызды жазып шығасыздар. Кішкене бір 4-5 сөйлем түрінде. Сосын бізге жібересіздер, біз тексереміз. Одан кейін konuşma бөлімінде бір бағана алдында мәтін оқыдық қой, даяршы мен келушінің арасындағы. Сол секілді диалог жазып, бізге аудиомен айтып жібереді.